Сәлем достар, сіздермен бірге айтылмаған құпия каналы. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен Арманды алғаш рет университеттің акты залында көрдім. Көру деген дұрыс сөз емес, оны байқадым. Өйткені ол бәрінен ерекшеленіп отыр еді. Қара көзілдірігімен, таяғымен, бірақ өте тік отырған қалпымен. Ол қонақ лектор ретінде келген. Өмірді басқаша көру атты мотивациялық лекция оқуы тиіс болатын. Кезек оған келгенде, жұрттың назары бір сәтке тынышталып қалды. «Сәлеметсіздер ме?» деді ол микрофонсыз-ақ, анық әрі сенімді дауыспен. «Мен көзіммен көрмеймін, бірақ сіздердің жүздеріңізді қазірдің өзінде сезіп отырмын». Зал іші күбірлеп кетті. Біреу күлді, біреу ыңғайсызданып теріс қарады. Мен болсам оның сөзіне қадалып қалдым. Қалайша адам көрмей тұрып басқаларды сезе алады. Арман ерекше сөйлейтін, сөздері жұмсақ, бірақ салмақты еді. Ол өзінің көз жанарынан қалай айырылғанын, жас кезіндегі жазатайым көлік апатын баяндады. Басында бәрі қиындау болғанын, бірақ кейін өмірді басқаша көруді үйренгенін айтты. Біз бәріміз бір сәттік жарықты көреміз, бірақ сол жарықтан кейін қараңғыда не бар екенін сезіну шын көрудің өзі деді. Сол сәтте менің ішімде бір діріл пайда болды. Жай ғана қызығушылық па, әлде бір тартылыс па, оны өзім де білмедім. Кездесуден кейін бәрі тарады. Мен дәлізде сөмкемді асыға жинап жатқанда бір дауыс естілді. «Кешіріңіз, біреу бар ма мұнда?» Ол Арман еді. Көмекшісі кешігіп қалған сияқты. Мен жақындап, «Иә, мен осындамын, көмектесейін бе?» дедім. «Егер қолыңыз бос болса, залдан шығып кетуге көмектесер ме едіңіз?» деді ол. Мен оның қолына жеңіл қолымды ұсындым. Ол ұстады. Ол кезде мен оның жанынан өмір бойы ұстап өтем деп ойламадым. Тек сол сәтке ғана көмектесем деген ойым болды. Біз сол күннен кейін араласып кеттік. Әуелі кафедрадағы оқу жобалары аясында кездестік. Сосын шай ішу, кітаптар жайлы пікір алмасу. Арманның көзі көрмесе де, ол поэзияны жатқа айтатын. Көп оқитын. Көбіне аудио нұсқада тыңдайтын. Ол мені Фариза, Мұқағали, Пастернак арқылы баурады. Бір күні мен, «Саған өмір қиын емес пе?» деп сұрадым. Ол жай ғана күліп, «Көзі көретін адамдардың жүрегі соқыр болса, өмір одан да қиын» деді. Сол күні мен алғаш рет өзімді соқыр сезіндім. Арманның алдында мен көрем, бірақ көп нәрсені байқамайды екенмін. Ал ол көрмесе де бәрін сезеді. Солай біз жақындастық. Ол мені ешқашан көрмесе де, мен өзімді Арманның жанарынан артық жақсы көрді деп сезіндім. Біз бір жылдан кейін үйлендік. Екеуміздің отбасылық суретіміз жоқ. Тек менің басыма тағылған гүл шоғы мен Арманның ақ көйлек киген ғана есте. Суретке түскеніміз жоқ. Арман, мен үшін есте сақтау көзбен емес, жүрекпен деген еді. Мен келістім. Басында бәрі жеңіл көрінді. Шынында да, махаббат бар жерде бәрі мүмкін сияқты еді. Бірақ күндер өте, жарық сөне бастады. Жарық бұл жолы метафора ғана емес, шын мағынасында да. Үйде шамның жанып тұрғаны Арманға бәрібір. Теледидардан көретін жаңалық, терезеден түсетін күн сәулесі, бәрі тек мен үшін ғана бар. Мен оның әлеміне ене бастадым, бірақ өз әлемімді жоғалта бастағанымды аңғармадым. Арман өте мейірім деді. Ол менің әр күнімді сұрайтын. Қалай? Жұмыста шаршамадың ба? Кітап не деді бүгін? Бірақ мен кейде оның сол сұрақтарын жауып тастай салғым келетін. Кітап емес, мен сөйлескім келетін адам керек еді. Көзіме қарап, «Сен бүгін неліктен мұңайып тұрсың?» деп айта алатын біреу. Арман мені көрмейді. Ол менің киімдерімнің түсін білмейді. Шашымды бояғанымды байқамайды. Жаңадан алған сырғаларымның жарқырағанын көрмейді. Оның орнына, «Бүгін естуің өзгеріпті, қатты ұнады» дейді. Мейірімді, назары өзгеше, бірақ көзқарас жетіспейді. Мен еркін сөйлеуді, тік қарауды, түсінісу үшін үнсіз қарауға үйреніп қалған адам едім. Арманмен ондай үнсіздік тек бос кеңістік сияқты. Ол үнсіз болғанда мен жалғызбын. Кешкісін бірге шай ішеміз. Мен оның қолына шай ұсынғанда, ол менің саусағымды ақырын сипап өтеді. Сүйіспеншілікпен. Бірақ мен кейде өзімді тұтас әйел сезіне алмаймын. Себебі менің жарқыраған сәттерімді ешкім көрмейді. Бір күні орамал тағып айнаға қарадым. Көзім жасқа толып тұр. Қандай әдемі екенмін. Бірақ мені кім көреді? Сол кезде ойыма бір сұрақ келді. Мен Арманды жақсы көріп келем бе? Әлде оны тастап кетуге арландым ба? Бұл сұрақ менің ішкі тыныштығымды бұзды. Жауап таба алмадым. Тек жүрегімде бір жарық өшкенін сездім.
Сол күндері мен өзіме жиі қарап қалатын ер адамды байқай бастадым. Күлімсірейтін, сәлемдескенде көзімен ішіңнен күлетін. Оның аты Нұрлан еді. Нұрлан сол жұмысқа жаңадан келді. Инженер, спорттық денелі, сымбатты. Қызметтік танысу сәтінен ақ өзіне сенімді адам екенін сездім. Сөйлегенде қалжыңдап, қарағанда қадалып қарайтын. Бірде асханада кезекте тұрғанда ол, бүгін ерекше әдем болып кетіпсіз, деді жай ғана. Мен сасып қалдым, жай ғана күлдім. Бірақ ішім жылып кетті. Сол күннен бастап мен айнаға жиі қарай бастадым. Шашымды жиі тарап, әтірді мұқият таңдайтын болдым. Өйткені енді біреу мені байқап жүр. Нұрланмен бір күні түскі үзілісте ұзақ әңгімелестік. Ол да ажырасқан, жалғыз тұрады екен. Өмірден жалыққанын, жалғыздықтан шаршағанын айтып отырды. Кейде жай ғана сөйлескің келіп тұрады. Қара көзбен емес, жылы сөзбен, деді ол. Мен үнсіз тыңдадым. Ол маған көз тікті. Сенің көзіңде мұң бар, бірақ ешкім байқамайтын сияқты. Бірақ мен байқаймын. Үнсіз тыңдадым. Осы сөзден кейін мен ішімдегі әлсіздік оянып, сенің көзіңде мұң бар, бірақ ешкім байқамайтын сияқты. Мен байқаймын, деді. Осы сөзден кейін менің ішімдегі әлсіздік оянып кетті. Әлсіздік емес, бәлкім сағыныш. Қарапайым адамша тіл қатуға, көзбен көруге сағыныш. Арман түк сезбейтіндей, бәрі бұрынғыдай. Мен жұмыстан келгенде ол есік алдында тұрып, қайырлы кеш жаным, дейді. Менің шаршағанымды, өзгергенімді ештеңе байқамайды. Бәлкім байқайды, бірақ айтпайды. Кейде менің оралғанымды дыбыстан танып, күлімсіреп қарсы алады. Бірақ сол күлімсіреу мені одан сайын қинай түседі. Себебі мен күн сайын оған өтірік өмір сыйлап келем. Менің ішімде екі әйел өмір сүріп жатыр. Бір Арманның жары, екіншісі Нұрланның көзқарасын аңсайтын әйел. Бір кештен Нұрлан маған хат жазды. Сен күнде жанында бола тұрып жалғызсың. Бұл сенің емес, оның соқырлығы. Бірақ көз емес, жүрек көрсеше. Сенің жүрегің басқа біреу үшін соғып тұр. Мен жыладым. Бірақ бұл біреуге деген сағыныштан емес, бұл өзіме деген ашудан туған көз жасы еді. Адам біреуді сүймесе де соған тартылады. Себебі тартылыс сезім емес, қажет нәрсенің жетіспеуінен пайда болады. Мен үшін Нұрлан көзбен айтылатын сөздердің орнын басып тұрды. Бір күні кешке жұмыстан шығып келе жатқанда ол көлігін қасымнан тоқтатты. Тастап кетейін, деді. Іштей жоқ, болмайды дегім келді. Бірақ даусым жарайды деп шығып кетті. Көлік іші жылы еді, радиодан баяу үн ойнап тұрды. Ол әдеттегідей қалжыңдап, менің бетімдегі шаршауды сөз етіп отырды. Кенет, шаршадың ба, әлде жалықтың ба, деді ол. Бұл сұрақ жүрегіме тіке қадалды. Мен үндемедім. Үнсіздік бәрін айтып тұрғандай болды. Кенет ол қолымды ұстады. Қолы жылы, күшті, сенімді. Арманның қолында емес. Арман әрдайым жай ұстайды, ал Нұрлан өз алатындай ұстайды. Бұл маған ұнады. Қауіпті екенін біле тұра, мен қолымды тартпадым. Келесі күндері біз жиі кездесіп жүрдік. Әуелде жай ғана шай, кейін кешкі серуен. Нұрлан ешқашан асықпайтын. Ол мені өз әлеміне жай, бірақ сенімді енгізіп бара жатты. Бір күні, саған қарау, күнде күн шыққандай әсер береді, деді ол. Ал мен қарамайтын адаммен үйдемін, дедім күліп. Бұл әзіл сияқты көрінді, бірақ шындық еді. Сол кештер менің күнәларымның алғашқы парақтары еді. Арманмен үйде үнсіз шай ішіп отырған сәттерде, менің ойым Нұрланмен болған сөйлесулерде, қол ұстаған сәттерде жүрді. Мен өзгере бастадым. Киім таңдауыма, иіс суға, шаш үлгісіне мән беретін болдым. Арман да байқады, бірақ ештеңе демеді. Бәлкім ол сенді. Немесе сезіп тұрып сөйлемеуді жөн көрді. Бір күні Арманға шай құйып отырып, сен мені жақсы көресің бе, деп сұрадым. Ол жымиды. Бұл сұрақ жауап күтпейді. Сезілсе жеткілікті, деді. Мен сол сәтте өзімнің ең қатыгез сәтімде тұрғанымды ұқтым. Арман мені шынымен жақсы көреді, бірақ менің жанымда отырғаны өзімнің жарым емес. Мен тастап кеткен адам секілді еді. Ал менің өзім осында отырып басқа адамды аңсап отырған әйел едім. Нұрлан маған күнде хат жазатын болды. Сен әлі де өзіңнің кім екеніңді ұмытып жүрсің. Саған тек көзбен емес, жанмен қарайтын адам керек. Бірақ Арман да мені жан арқылы көріп жүрген жоқ па? Менің ішкім екіге бөлінеді. Бір жартысы Арманға адал болғысы келеді, екінші жартысы Нұрланның құшағына құлағысы келді.
Мен алғаш рет өзімнен жиіркендім. Бір кеште Арман мені күтпей ұйықтап қалыпты. Мен кешігіп келдім. Үстел үстінде өлең дәптері ашық қалыпты. Онда былай деп жазылыпты: сенің үнсіздігің менің көзімнен де соқыр. Көлеңкең де біреу қарап тұр. Саған қарап үн қатпай отырмын, себебі шын сезім сөйлемейді. Мен дәптерді жауып, жылап отырып, оның жанына жаттым. Ол ояу екен, жай ғана. Бүгінде ұзақ жүріп келдің, деді. Иә, кешір дедім. Сол түнде мен Нұрланға хат жаздым. Біз тоқтатуымыз керек. Себебі мен арман. Бірақ ол хат ешқашан жіберілмеді. Мен тек жазып, жойып тастадым. Мен таңертең кофе ішіп отырып күлемін. Кешке көз жасымды жастыққа жасырып жатамын. Таңертең Арманның қолына жыл шай ұстатамын. Кешке Нұрланның хаттарына жауап жазамын. Екі өмір, екі бөлек мен, бірі адал жар, екіншісі сезімге берілген әлсіз әйел. Бірде Арман: соңғы кезде сенің иісің өзгеріп кетті, деді. Жаңа әтір алып едің, дедім жай ғана. Жоқ, иісің емес, саған сіңген тыныштықтың иісі өзгерген. Мен мұндай сөз күтпедім. Іштей дір ете қалдым. Арман сезеді, білмейді, бірақ сезеді. Сол кеште мен қайтадан Нұрланмен кездестім. Бұл жолы ол ашық айтты: мен сені ұнатамын, саған шын сезіммен қараймын. Сен маған бейжай емессің. Бірақ мен тұрмыстамын, дедім. Ол сені көрмейді, деді ол. Бірақ мен оның көзін емес, жанын сүйгенмін, дедім. Жауап айтпас бұрын ол мені құшақтап алды. Қатты. Сол құшақта мен әлсіздігімді ұмытып кеттім. Сол құшақта мен өзімді қайтадан тірі сезіндім. Жүрекке қан жүгіргендей, денем мен жаным қақты. Бірақ көз алдыма Арманның сәл жымия қарап, шай ішіп отырған бейнесі келе қалды. Мен сол сәтте шошып оянғандай болдым. Тез киініп, такси шақырып үйге кеттім. Үйге кіргенде сағат түнгі 12-ден асып кеткен еді. Арман ояу екен. Келдің бе? Деді жай ғана. Иә. Жолда тұрып қалдың ба? Иә. Ол сенді, немесе сенгендей болды. Келесі күні жұмысқа бармадым. Айна алдында отырып ұзақ қарадым. Сен кімсің? Дедім өзіме. Арманның жарысың ба? Әлде басқа біреудің аңсарысың ба? Мен өзімді жек көріп кеттім. Екі адамның арасында емес, екі ардың арасында тұрдым. Бір жағы көзсіз сенім, екінші жағы көзбен аңсау. Кешке Арманмен ашық сөйлескім келді, бірақ үнсіз шай ішіп отырдық. Ол баяу ғана: жүрегің шаршаған сияқты, деді. Неден, дедім. Менен емес, өз ішіңдегі үнсіздіктен. Бұл сөз мені тасталақан етті. Арман ештеңе сұрамайды. Ол менің не істеп жүргенімді білгісі де келмейді. Ол менің еркіндікпен сүйеді. Ал Нұрлан, ол мені иеленгісі келеді. Сол түнде мен шешім қабылдадым. Біреуден кету емес, өзіңе оралу шешімі. Мен таңертең Арманға шай дайындап беріп отырып: Арман, мен бірдеңе айтқым келеді, дедім. Ол үндемеді. Мен ұзақ сөйлемедім. Қорықтым. Себебі айтқым келген сөз өтірікке толы шындық еді. Бірақ сол сәтте Арман өзі сөйледі. Білесің бе? Мен сені ешқашан көрмесем де, сенің қашан алыстай бастағаныңды сеземін. Сен маған өтірік айтсаң да, мен саған шын сенгім келеді. Менің көзімнен жас парлап шықты. Ештеңе айта алмадым. Ол менің қолымды ұстады да, жай ғана: егер бір күні кетем десең, айт, мен жіберемін. Себебі сені қинап ұстау саған емес, өзіме қиянат болар еді. Сол түні мен Нұрланға хат жаздым. Бірақ бұл жолы ол хатты жібердім. Кешір, мен сүйемін. Бірақ ол менің сезімім емес, таңдағаным. Мен Арманды таңдадым. Себебі менің жанымды сезген жалғыз адам соқыр күйеуім. Деп Нұрланмен емес, Арманмен бақытты болуды таңдадым. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.